Сәлем қыздар, қалдеріңіз қалай? Егерде сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Мен егерде сіздер менің алдыңғы шығарылымды қараған болсаңыздар, онда менің жаз бойына сатып алған қолөнер заттарым туралы айтылады. Мен сіздерге бүгін бастап алған заттарымның екіншісі топтамасында мына фетрді көрсетейін. Фетрді мен бұрын пайдаланып көрдім, бірақ мынау наборы болды. Жиынтығы да бір жиынтық, ішінде 10 түсті, 20-30 сантиметр. Мінекей. Бұда ойыншықтарды жасауға болады, абадактарды жасауға болады, шашқа тағатын резинкаларды жасауға болады. Мына садикте жасайтын, балабақшада жасайтын тәрбиешілердің құлағына алтын сырға бұдан неше түрлі қуыршақтарды жасауға болады да, жалпы көп нәрсе жасауға болады, әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Бұл фетрдің ішінде бұның бума түрі болады, метрлеп сатылатын түрлері болады да. Маған ол керек емес, сол себепті мен тек қана наборын алдым. Наборы қымбат емес, 1000 теңгеге жетпейді. Так, мынада менде қызғылт сары түс, алғызыл түс, қызыл түс, ақ түс. Мінекей мен бұны абадокқа пайдаландым. Так, сары түс, қоңыр түсі бар мінекей. Бұл жалпы фетр деген жүп-жұқа жасалған киіз ғой. Сондай өте тез жабысады, көпке дейін бәрін осыған жабыстыруға болады, моншақтарды да осыған жабыстыруға болады. Өте керемет ұстайды, күлейді. Мінекей көк түсі бар, қара түсі бар, жасыл түсі бар. Алсаңыздар өкінбейсіздер. Жалпы әр қолөнерші келіншектерге бұл керек нәрсе деп ойлаймын. Содан соң мен мынадай ілгектер алдым да. Кез келген нәрсеге пайдалануға болады. Жалпы мен тоқыма тоққанды да жақсы көремін. Сол уақытта пайдаланармын деп алдым. Бірнеше түрлері, мынау жүрекше түстер, мынау алмасы бар. Алманың біраз түрі бар. Мінекей қыздар, қарасаңыздар, мына сары алма. Мінекей жүректің басқа түрі, мінекей. Жалпы мындай ілгектердің түрлері өте көп. Өте көп. Жалпы көріп отырсаңыздар, мінекей ақ түрі бар. Бұлар менің бір пайдама жарар деп алғаным. Өте қымбат емес. Содан кейін мынадай моншақтар алдым. Ақ моншақ. Жалпы қыздарым пайдалансам да, өзім пайдалансам да керекті бұл нәрсе ғой деп алға салғаным. Артық етпейді ештеңеде. Содан соң мынадай ілгек алдым, өте ұнады маған, тоқыма кезінде керекті нәрсе. Жалпы. Содан соң тоқымаға арналған менің маркерім. Маркерлерді қолым жетпей жүреді. Негізінде осы маркерді алдым. Мінекей. Білет деп ойлаймын, маркердің неге қажет екенін. Жалпы әйел адамдарға керекті нәрсе, ең керекті нәрсе мынау. Ине наборымен алдым. Маған ұнады мыналардың, көздері өте үлкен емес. Жалпы күнделікті тігінге өте керемет нәрсе. Қазірге көрсетейін. Мінекей көздері өте үлкен емес. Барлық 50 түсті. 50 штук. Одан соң менің кішкентай қыздарым бар ғой. Кейде керемет футболка алып бересің да, немесе үстіне бір нәрсе киім алып бересің, оны алып келеді де жыртып тастайды, немесе үстіне бір нәрсе төгіп алады. Ол кетіре алмай жүресің. Сол себепті әйелді қулыққа бармасыңа болмайды. Магазиннен мен мынандай нәрселер алдым. Ылғи да әкеліп қоямын да, сосын көбіне соны арзан, мінекей үстіндегі ценниктерін алуға ұмытып кетіппін. Мінекей. Мысалы, кетпей қалды ма, футболканың үстінде немесе жемпірдің үстінде аламда, тап сол жерге мынаны апарып жапсыра саламын.
жабыстырғанда тігуіңе де болады, немесе кәдімгі клей бар ғой, сондаймен жасырып тастауға болады. Бірнеше түрін алдым. Мінекей суреттері мынау ер балаға, мынау қыздарға, единорог, мынау иттің суреті бар. Содан соң бағана алдыңғы шығарылымда көрген болсаңыздар, мен ободок жасағанда пайдаланған мынау лентім бір болмасымен алып едім, кішкентай қыздарым шашып тастады. Бұны амал жоқ, мынандайды орап қойға тура келді. Ақ лент алдым. Және де мынандай нәзік мынандай түсті лент алдым, сарғыштау. 2 лент алдым. Содан соң ободок жасауға мынандай темірлер алдым. Мына темірлер ободоктың темір ободоктар. Мынау күміс түстес, мынау алтын түстес түрі. Мінекей көріп тұрған болсаңыздар. Содан соң резинкалар жасағанда маған қиындық тудыратын еді шаштарына. Мынандай арнайы ақ түсті және қара түсті резинкалар сатып алдым. Мінекей. Ертең қыстың қақаған салқынында отырып не істейміз? Осындай нәрселер істеуге тура келеді. Сол себепті көзіме көрініп тұрды ма, мен тек сразу алға салуға тырысамын. Сіздерді білмеймін, ал мен өзім сондай адаммын. Көріп тұр ма, мені алу керекпін, қолымда тұру керек, қолымның астына тұру керек те. Содан соң мен алдында Сарбазарға барғанда, мұнда Ақтауда, мен мынандай Сарбазардың бір бутигінде қолөнершілер отыр да, соның ішінде саттықта заттар тұр, бірнеше заттар тұр, өте көп үлкен магазин екен. Содан соң қарасам, бір үлкен апай, бір және жас келіншек, екеуі қазір бар ғой, бастарына сәукеле сияқты бір нәрселер жылтыр моншақтармен сондай жасап отыр екен. Содан кейін мен сұрағанда, олар пистолетпен емес, көбіне мына клеймен пайдаланамыз деді. Осы клей өте керемет клей деді. Соны алдым мен, мінекей. Шынымен де өте керемет екен. Қыздар, мен ободокты жасағанда осы клей пистолет емес, горячий клей емес, ыстық желім емес, мен осыны пайдаландым. Маған өте ұнады. Болашақта мен осымен жұмыстанамын деп ойлаймын. Бұның үлкен түрі болады екен, кішкентай түрі болады екен, бірақ мен үлкен түрін алайын деп едім ғой. Үлкен түрі болмады. Сол себепті мен осы кішкентай түрін алуыма тура келді. Содан соң менің алғаным мынау линейка. Бұл линейка деген қалай деп айтам, тоқыма сымдар бар ғой, специялар. Солардың өлшемдерін білуге үшін керек болды маған. Жалпы кейде шатасып қалатын едім мен нелерді алған кезде. Сымдардың өлшемдерін білмейді. Қазір жарымдық дейді. Мінекей 2,50 миллиметрді. Енді қазір қарайық. Мына жерде, мына сызғыштың бойында 2,50 деген тұрды. Енді қазір қарайық. Қыздар, мінекей дәлі келді. Анық екен. Енді мына жердегі сымды қарайын. Мына сымым, жуан сым. Бестік. 6-лық сым болды. Так, мінекей 4,5. Ой, міне 4,50. 4,5. Осылайша белгілеп білуге болады екен. Өте қуаныштымын, мен үшін өте керемет нәрсе болды бұл. Сонымен қыздар, егер де менің шығарылым ұнаған болса, лайк басыңыздар, арнама жазылыңыздар, өздерінің пікірлеріңізді білдіріңіздер. Сау болыңыздар. Пока-пока.